Қыздар, екінші тапсырма бойынша біз инфочатты қалай өту керекпіз, сол жөнінде видео түсірмекшімін. Ол үшін біз кеше дайындап қойған каналымыз бар. Соны бірінші бас жағына барып аламыз, дайындаймыз өзіміздің презентациямызды. Рет-ретімен сақтағанымыз сол үшін. Яғни соны переслать ету керек боласыз қазір. Өте ақпараттар өте көп. Бас жағына барамыз. Примерно осыны мен өтуім керек презентацияға, осыны жіберем деп дайындап қойған болсаңыздар. Міне, мына жерден бастаймыз қазір. Где-то примерно осы төңіректен. Мына осы шаблоннан бастаймыз. Оны дайындап қоямыз. Телеграмдан бірінші дайындайсыз осылай. Телеграмнан шығып кетесіз мындай. Прямой жаңағы WhatsApp-тан сіз не істедіңіз ғой? Чат аштыңыз ғой, мына инфочат Фарида деген чат, Менде негізі денсаулық және байлық деген рұқсатты чатым бар еді, сол жаққа өтіп көрсете салайын сіздерге. Ал сіз жаңағы өзіңіздің қосқан неңіз бар ғой, ашқан неңіз, ойбай группаңыз. Мысалы, менде рұқсатсыз 37 адам отыр уже. Ол үшін добавить участников деп тағы да номерлерімді қосып тастаймын. Где-то 30 адамды қосатын болсаңыз, қалаған адамдарыңызды қосып тастаңыз, кімді контактіңізде сақталған, басқа біреуден алған деген сияқты. Контакт толып жатыр, жан жақта контакт толып жатыр. Соны добавить етесіздер да. Группаны тексереміз. Админы только жазылынып тұр. Мына қараңыз, все участники немесе только админы, соны белгілеп жасап қоясыздар. Только админ жазады. Мыналар жазылмайды осы чатқа. Негативтерін шаша алмайды, короче айтқан кезде. Неге қосындар, рұқсатсыз, анау деген сияқты әңгімелерін айта алмайды. Сіздерге жіберілген 2 шаблонды міндетті түрде буфер обменаға қойып аласыздар. Міне, мынандай дайын тұрады. Тарс-тарс жібере салыңыз. Бітті. Бұдан шығамыз. Келесі телеграмға кіреміз. Мына жерде копировать етіп аламыз. Мынандай галереядағы фотомызды скачать етіп аламыз. Сөйтіп, мынайға жібереміз ғой. Галереядан. Міне, мынаны жібереміз. Жаңағы копировать етіп алған нәрселеріміздің бәрін жібереміз. Примерно аудиоларымыздың бәрін жібереміз. Дайын тұрған фотоларын бәрін галереямызға. Ой, мынау неғып бүйтіп сохранить етіп аламыз да. Айда сосын WhatsApp-қа переслать етіп жібереміз ғой. Міне осылай жібереміз. Мен күнде осыны жасаймын, қыздар. Күнде осылай жасаймын. Сондықтан ойламаңыздар. Оңай келе салады екен, адам тез-тез келе салады екен деп ойламаңыздар. Осының бәрі еңбек, міне. Мелочь болса да, қаншама еңбек болса. Переслать етудің өзі өнер. Аудиоларды жіберіп қоямыз. Мынандай ақпараттың бәрін рет-ретімен жіберіп қоямыз. Видеоны былай жібересіздер. Басқан кезде 3 точка бар ғой мына жердегі. 3 точканы бассаңыздар, поделиться деген бар. Галереяңызда сақтамай-ақ, сол поделицаны бассаңыздар, группаңызды тауып аласыздар. Сол жерге видеоны жібересіздер. Аудиода тоже солай поделиться ету арқылы жаңағы чатыңызды тауып алып жібересіз. Осының бәрі өнер. Күнде осылай жасайтын болсаңыздар, конечно, адам тіркеледі. Ох ты, мына кісінің чаты деген күнде активный, күнде адам қосады, күнде тіркеліп жатыр, осы деп жаңағы логикаға салған күннің өзінде де осылай. Міне көрдіңіз бе?